Бүгін дрожжысыз өте дәмді балалар сүйсініп жейтін бауырсақ жасаймыз. Ол үшін жылы айран, жұмыртқа, сұйық май, сода, қант, тұз және де ұн қажет болады. Айранға сода қосып, осылай реакция шыққанша тосамыз. Кейін тұз және қант қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны қосып араластырып, кейін сұйық майымызды қосып, бір шайқап аламыз. Ұнды әдеттегідей електен өткізіп аламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысу қажет. Қамырды міндетті түрде 10 минутке тыңдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны дөңгелетіп, аса жұқа қылмай жаямыз. Сұйық майды алдын ала қыздырып қоямыз. Бауырсақтарды міндетті түрде орташа отта пісіріп аламыз. Қатты отқа қойсаңыздар, онда бауырсақтардың іші піспей қалады. Мінекей, бауырсақтарымыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.